Бүгін сондай-ақ аудан активінің кеңейтілген отырысы өтті. Жиынға Жамбыл облыстық сотының төрағасы бастаған сот жүйесінің өкілдері, құқық қорғау органдарының басшылары, ауылдық округ әкімдері қатысқан. Басқосуда құқықтық реформалардың жүзеге асырылу барысы мен заң үстемдігін қамтамасыз ету мәселелері талқыланды. Кездесу барысында сот жүйесіндегі өзекті мәселелер көтеріліп, тұрғындардың құқықтарын қорғау, сот төрелігінің қолжетімділігін арттыру және мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылды күшейту бағытындағы жұмыстар сөз болды. Сондай-ақ құқықтық мәдениетті қалыптастыру мен халықпен кері байланысты нығайтуға ерекше назар аударылған. Қордай ауданы облыстағы ең маңызы бар үлкен аудан, салыстырғанда көп этносты аудан. Қай жағын алсақ та, экономикалық тұрғысынан алсақ та, елімізге, облысқа өте маңызды ауданның бірі болады. Сондықтан сотқа да тиісті бағыт бердік. Заң үстемдігін орнату жөнінде, халықты қолдау жөнінде, егер жеке мәселелермен қабылдауды болатын десеңіздер, мен қабылдаймын.